Жеңілмейтін махаббат, салтанат Найхан, туған топырақ. О Құдай-ай, өшірсеңші мынау шамды деді де алмас қошқылданған қоңыр тамның қабырғасындай реңсіз көрпесін желп еткізіп сырт айналып аунап түсті. Бедіреген салмақты ағаш үстелдің үстіндегі май шамда алла деп күрсінгендей төсек жақтан келген болмашы желге өшіп кетердей дір-дір ете қалғаны. Оның да сіркесін су көтермей тұрған секілді. Ауыл шетіндегі ақталмаған, ақталса да сылауы түсіп көркі кеткен бұл үйдің үміті де дәл жаңағы жымысқы шам десеңіз болғаны. Алыстан қарасаң ақ қарасы аралас түйе бағатын осы ауылдың асау бурасының аязды күнгі қырау шалған құмалағына қатты ұқсайды. Қыз қылышын қынына салмай сарнап тұр. Тұманың арасынан әрең шыққан оттың өлі жарығындай шеткі үйдің түссіз қағаз шегелеген терезесінен ғана жарық көрінеді. Түннің соңғы жартысы таңға ауысып барады. Шырылдаған сәбидің даусы әлі басылған жоқ. Өшірші үнін, өшірші! Арманның шыдамы шыңғырып атылған адырнадай айғаймен басталды. Айғайлама, қарнаш, оғында тамақ керек, деп Жайнат та күйініп жылап жіберді. Бәрін біліп сезіп отырса да, емізбейсің бе, шырылдатпай, еміз деп әдеті бойынша төсегінің басынан темекісін іздей бастады. Түт, шарасыздығы мынау. Темекі тартпағала қашан. Бітіп қалып еді ғой. Бір жағы ол да жаза бұл үшін. Жұмыста қолына қарға тышқан біреуден сұрап шекпесең, қазір ол да жеткізбейді. Шырылдаған сәбиін тербетіп жуған шоқпыттай тереңі тез қайтып бара жатқан ана жүрек жылап отырса да қайратты сөйлейді. Күні бойы кергіледі. Омырауға сүт түсіп баланы тойғызу үшін мына мені анасын тамақтандыру керек. Жарты тамақ ішпегенімізге міне, нешінші деп сөздің соңын жұта берді. Арманға артар кінә жоқ екендігін біліп отырып, арыз айтуға күйеуін аяды. Ұзақ үнсіздік орнады. Бесіктегі сәбидің даусы екеуіне де естілмейтін секілді. Ұйқысы қашқан үйдің май шамы да межелі жеріне жетіп, сығырая-сығырая біржола өшті. Өшпей тұрған сәбидің алмастай амалы таусылып, тауы шағылып отырған ердің ұрпағының үні. Тәуелсіздіктің құрдасы арманның үні ғана. Қарттық шіркін өзінікін алмай қойсын ба? Аманғазы ақсақалдың жарты өмірі, жарты аяғы соғыста қалып қойған. Ұрпақ үшін, отан үшін кеткен аяқты өкініш еткен кезі болған емес. Құдайдың алдында ең әуелі жалғыз ұл, Елубайдың алдында, ата сақалына асылған немерелерінің алдында аяғын соғыста құртқанына іштей қуанады. Осы бір қысы қысқанды сүйетін қызыл құмның әр тасы мен бұта ағашының түбінде иісім қалды. Енді осы жерде жаным жай тапса деп оңаша қалғанда жиі ойлайды. Ойлайды дейміз-ау, армандайды. Аманғазы қарт ағаш балдағына жарты денесін артып есік алдына шықты. Үйде шал мен жалғыз сыртта. Желдірмем-ау, сен жалғыз дәуреніміз өтіпті-ау. Желмаядан қай жерің кем сенің? Есік алдындағы қораның сол жақ жанынан орналастырылған қарағай діңгекке байланып тұрған сары атанға қарт әлі қарап тұр. Желдірме кәрі досына қар араласқан қалдық шөптен басқа енді көтеріп қарады. Аузынан көбігі күйсеген сайын бөлініп түсіп жатыр. Екі көзі Аманғазыда. Менің үстіме мініп ел қыдыруды қойдың. Өзіңнің көзің солғындап, бойың шөгіп, бірақ иығың аспанға шығып кетіпті ғой. Реңің де жаңғақ іздейтін кәрі таудың сай-саласындай жырым-жырымы шығыпты. Жүрсеңші, келмеске бірге аттанайық деп тұрғандай. Аманғазы өмір балдағынан енді ұшайын деп тұрған кәрі қырандай таяғына асылып айналаны орнында тұрып шолып шықты да шатырын қар басқан көңілсіз үйге қайта кірді. Ел жаңарып тәуелсіздік алған соңғы 2 жылдан бері намазға бет бұрған.
Жатса қолынан соғыста қаза тапқан жаудың аруағы мазалайтындай жүрегі тыншымайды. Отырса белі шыдамай, кәрілік кеңірдектей бастағанда, бір аяғы көрде, жоқ аяғы жерде әрең тұрғанын ойлап, ақиреттік алғыс сапарына дайындала бастаған. Намазға тұрғанда балдағын қойып отырып оқитын. Бүгін намазын жалғыз аяғымен тұрып оқыды. Соңғы намазын оқығандай, білгенінің бәрін оқып, қолы талғанша алақанын жайды да дұға жасады. Өзі секілді елге, ұрпаққа берген өмірлер зая болмай, ел тәуелсіздігі мәңгі болуын, ұрпағының жаңғырып, көбеюін тіледі. Аманғазы қарт не тілемеді, қазақты тіледі. Көтерілген қолымен жыбырлаған егі талып барып бетін сипады. Бурыл сақалы суға салған қамыс секілді салмақтанып жасқа малшынғанын енді байқады. Баяғыда жыңғылатқанда желдірменің тершіген қомының астын сипағандай екі алақаны шылқылдап қалыпты. Шын дұға тілектің буынған түскені шығар. Аманғазы жайнамазына қисая кетті. Көзінен аққан жастың соңғы тамшылары сәжденің ізіне тама бастады. Алмас жайнаттай оң босағада отырып, қолына қонған жарын ойласа қанбаған ұйқысына қарамай қайрала түседі. Нәр татпаған сәби таң ата шаршап ұйқыға кете, Алмас пен Жайнат көз ілген. Күн арқа бойы көтерілгенде орманға ағаш кесуге отынға кететін жігіттер түйелерін бақыртып Алмастың үйінің іргесіне келді. Шеттегі үй болған соң барша ауылдың жұмысшылары осы үйден аттанатын. Кешке жинаған терген ағаштарын қалаға өткізіп, азын-аулақ табыспен оралады. Сата алмағандары ауылға әкеліп жинай береді де, қомақты етіп өткізіп, бір шала байып қалатыны бар. Ең бірінші болып жүйкесі тозып сырқаты еңдеген Жайнат оянды. Улап-шулап, тасыр-тұсыр еткен жұмысшы жігіттердің даусы жарқын-жарқын шығады. Алмас тұр, асқарлар келді деп жақын досының есімін арнайы атады. Бүк түскен күйеуі ұйқы қысып меңдегені сол қыбыр етпеді. Алмас тұршы деп әлсіз денесін сүйрете көтеріп күйеуін түртіп оятты. Күйеуі таң ата ұйықтағанына қарамай сергек оянды. Тарамыс болып әбден көндіккен денеге 2-3 сағаттық ұйқы оңай олжа емес. Апыл-ғұпыл киіне бастады. Алмас деймін, күн көтерілгенше әлі ұйықтап жатырсың ба ей? Сырттан серіктестерінің шыдамсыз дауыстары да тақымдап барады. Байқашы, ағашқа шығып қу бұтақ кесуді қойыңдар. Қайны кештің күйеуі секілді жазым кетерсіңдер деп Жайнат та арық денесін төсегінен әрең көтерді. Суық сумен бетін шайып жатқан күйеуіне естісін дегендей даусын көтере. Жердегі ағашта жетер, жесір қалатын жайымыз жоқ деді де, Алмастың сырт киімін, қолғабын, бас киімін қосып әкеліп қолына ұстатты. Қол жетер жерде қалған қу ағаш жоқ, жақын маңайда. Киімін киіп болған соң, ол үшін апталап адам бармаған орманға бару керек. Онда кеткенінің құлақшынын киді де, барса келмеске, біздің қазіргі жағдайда оны көтермейді. Күнде суық. Енді бір күн шыдай тұрыңдар. Осы жолы қалай да саған дәрі табам деп, аяғын нық-нық басып үйден шығып кетті. Сыртта жұмыскерлердің шұрқыраған дауыстары естілді. Күйеуі кеткен соң Жайнат көпке дейін ұйықтай алмады. Кешеден бері өз жағдайының күрт төмендеп кеткенін анық сезіп жүр. Жаңа күйеуіне неше оқталып айта алмап еді. Артын ойласа екі шықшыты шағып, сал адам секілді денесі қимылдатпайды. Баланың жайын не болады? Алмас қой жанын бағар. Оның үстіне аштықта асқазанның қырып барады. Көрші қолаңның қатындарына барып жексірін болудан шаршаған көңілі тұрғызар емес. Олардың да қарық болып отырғаны шамалы. Ауруы асқынып, ойы сан-сақа кетіп жатып, көзі ілініп кетсе, ашыққан сәби Арман жиі жылай берді. Тез-тез тербетіп ұйықтатып тастауға тырысады. Аздан соң тағы жылайды. Аманғазы қарт жайнамазда жантайып жатып жүріп кеткен болатын. Басына бақ қонбаған сормаңдаймын. Суға салсам сорпам татымайды-ау бұл өмірде деп, талай сын сағаттарда тағдырына ашынатын шал
шын бақытты екенін шыбын жан шыққан кезде сезді ма екен. Дұғасы қабыл болып осылай әдемі қайтқан қарттың қазақ еліне тәуелсіздік тарландарына арналған дұғалары да қабыл болғай. Масатыда ызыңдайтын маса шіркейдің даусындай бір-біріне жол бермей ащы дауыстар көбейе бастады. Желдірмей түйе кәрі досының келмеске кеткен адамдардан бұрын сезген. Діңгек ағашы шыр айналып мүйізденген қышырлы табанымен сабан шөбі қара аралас топырақты тарпып шаша берді. Адамдар да ағылып келе бастады. Көбі кәрі құтан, қатын қалаш пен бала шаға. Қасиетіңнен айналайын желдірмем дейтін. Желдірме шынында зор қасиетке ие екенін Аманғазының кәрі достары бүгін сезді. Шықылық атып басын шайқайды. Мұрнын тесіп өткізген кендір арқан мен жалғасып аққан қанды көргенде көз жетер жақыннан қарашығындағы терең жасын, тынымсыз мінезін көргенде батыл барып жан баласы жақындай алмады. Тіс қаққан кәрі түйешілерде желдірмені етене танитын шалдар да батпады. Іште терең тебіреніс қына бар еді. Қарай-қарай өткен қариялардың сақал иегі жыбырлап осылайша өте берді. Мұрындық жырған танауына қан аралас мұз қатты. Кеш батып таң жақындағанда буы көтерілген желдірмеге Аманғазының қаны қою дәті бермек Елубай атты жалғыз ұлы жақындап келді. Сүйек күзетуге келген кәрі құтан шал кемпір қасиетіне тәнті болып, желдірмені біраз жерге желдіріп апарып тастаған. Сол әңгімелердің біріне құлағы қаныққан Елубайдың әкесінің серігі кәрі түйеге жақындағаны сол. Отынға апарып от пен суға салсаң да батпайтын кәрі жауыр тек Аманғазы келіп шудасын сипап, адамдарша сөйлескенде маң-маң басатын. Өзіне көнбеген желдірмені Елубай басы көзі салып жібергенді қоймай, жер жебіріне жетіп балағаттайтын. Елубай келсе сескеніп сырт айнала беретін. Бұл жолы міз баққан жоқ. Тізесіне түскен шудасының әр талына мұзды моншақ, қанды қапшар тағып қойғанда сықыр-сықыр ете қалды. Елубайдың кірлі сызық қаптаған мейірсіз қолы шудасын сипап өтіп қызыл қан мұрындыққа жетті. Желдірме оқыс қозғалып бух етті де кейін шегінді. Қараңғыда енді байқады. Елубайдың жүрегі желдірме үшін алғаш рет шымырлап кетті. Тіл қатуға бетім жоқ дегенде Елубай үндемей, кендір арқанды шешіп мұрындықтың түбінен ағытып босатып қоя берді. Әке өлімін сан адамның жоқтауы емес, желдірменің көзінен аққан жастың ізін көргенде Елубай әкесі тап қазір өлгендей жылап жіберді. Бағанағы кемпір шалдың кәрі түйе туралы әңгімесінің астарына енді ұғып сезінген секілді. Әшейінде кәрі ит деп кемсітер бірінші рет желдірме деген сөздің аузынан қалай шыққанын байқамай қалды. Желдірме адам қаптаған қаралы үйді бір айналып өтті де қара түннің қойнына қарай желе жөнелді. Дала тастай қараңғы. Аспанда ай жоқ. Қара қазанға жағылған сары май секілді қаралы үйдің алдындағы етінің астындағы от қана көрінеді. Алмас достарымен аттанған соң жарты сағаттай уақыт өткенде ес қағылды. Жайнат жылауға мұрша бермей баласын тербетіп отырған. «Кіре бер, ашық» деп дауыстады. Аяз қысып сіресіп қатып қалған есік шиқ етіп әрең ашылды. Ішке Асқардың әйелі кірді. Аты Гүлсім болатын. Жабық екен деп қалсам, қатып қалыпты ғой деп есікке өкпелегендей сөйлей кірді. Қолында 2 литрлік тоғасы кастрөлі бар. Тағы да сені шақырды ма? Өзінде барайын деп ұялып отыр едім. Асқар жіберді ме? Алмас айтқан ғой деп күйеуіне іштей риза болды. Ұялатын несі бар? Баланы аштан өлтірмекпісің? Адамның күні адаммен. Я, рахмет, көп жасаңдар деп Жайнат келіншектің сөзін бөліп жіберді. Ыстық сөзін кейде тереңдеп басып айтатынын біліп отыр.
Ішіне толған әңгімесін, өсек аяңын айта алмастан Гүлсім көп бөгелмей кетіп қалды. Себебі Жайнаттың шешіліп, сағаттан сағатқа шайпайтын шамасы да жоқ еді. Түн уақыты. Сағат 2-3 шамасында сырттан шулаған дауыс естілді. Үйдің іші мола тыныштық. Таңдайына дәм тиген Арман ұйықтап жатыр. Пыс-пыс еткен демі ғана білінеді. Сырттағы қыбыр ішке қалтқысыз келеді. Жайнат төсегінде жатып, сырттағы дыбыс арқылы бәрін біліп жатқан. Қырлаған тышқанның тірлігінде біліп жатыр. Тек тұруға шама қалмаған. Сырттағы дауыстар барлығы ер адамдікі. Енді қатын-қалаш әйелдердің дауысы араласа бастады. Бәрін танып біліп тұр. Тек бұлар неге қарадай бөлінді екен? Жұмысшылар неге сонша ерте қайтты? Бойын қорқыныш билеп, қолы дірілдей бастады. Ерні де кезеріп, еркіне бағынбай барады. Бір пәле болды ма екен? Онда неге жылаған сықтаған дыбыс жоқ? Дауыстарын қалыбынан басып сөйлейді. Күбірлеу, тықыр. Жайнатта мүлдем ес қалмады. Дауыстар үйдің іргесіне келді. Жайнат орнынан қалай тұрғанын да аңғармады. Екі көзі есікте. Жанарынан бірінен соң бірі қатарлап аққан жас парлап кетті. Солақ есіктен иінінен дем алып Асқар кірді. Екі аяғы қара жерге батып, батпақта келе жатқандай әрең сүйрете басады. Не болды Асқар дегенге Жайнаттың тілі әрең елікті. Асқар тамағын қырнап екі реңді де қойды. Не болды? Алмасым қайда? Аман ба? Деп осы жолы даусын көтеріп, екі көзі шарасынан шығып кетердей күйде тіл қатты. Аздан соң Алмасқа қайда ол? Деп айғай салды. Асқар төмен қарап, сыртта. Денесін алып келдік. Деп орнынан тұра берді. Сөз соңы өз құлағына жеткенше Жайнаттың сүйек тұлғасының күрс етіп құлаған дауысы келді. Артынша ауыр азаптың арасынан шыңғырған сәбидің дауысы естілді. Бұл біздің Арманның дауысы болатын.